Bismillahirrahmanirrahim. Sarf pәнін бастаймыз. Sarfтың әртүрлі кітаптар бар. Самғау деген сияқты одан да басқа кітаптар. Бірақ ең жақсы мұғалім сарф кітабы өзінің нәтижесін, практикалық нәтижесін беріп жүрген, адамдарға араб тілін үйретіп жүрген осы сарф, мұғалім сарф деген кітап, осы жақсы кітап. Осы кітап бойынша өтеміз. Бірінші сарф деген не екенін біліп алайық. Сарф дегеніміз мынандай нәрсе. Бір сөзді алады, сол сөзді әртүрлі түрлендіруді үйретеді. Мысалы, дораба деген сөзді алады да, одан басқа сөздер жасайды. Дорибун, мадрубун, идриб, лиядриб, латадриб, ламядриб деген сияқты. Бір сөзді алады да не істейді? Әртүрлі ғып өзгертіп жібереді. Не үшін ол сөзді өзгертеді деген кезде, сол сөзден басқа бір мағыналар алу үшін. Не істеу үшін? Бір сөзден басқа мағыналарды алу үшін. Мысалы, дораба ұрдыдан, ядрибу десе ұрады, идриб ұр, дорибун ұрушы, мадрубун ұрылған, лиядриб ұрсын деген сияқты. Бір сөзді алады да, ол сөзді не істейді? Әртүрлі өзгерістерге ұшыратады. Не үшін? Ол сөзден басқа мағыналар шығу үшін. Дұрыс қой. Мен соны айтып жатырмын. Ilm-i sarf дегеніміз, sarf ілімі дегеніміз, әртүрлі мағыналар аңғарылу үшін, яғни әртүрлі мағыналар шығу үшін, не істейді? Калималардың, яғни сөздердің сан алуан қолдануын үйрететін ілім дейді. Әртүрлі қолданатын ілім дейді. Дүр дейді. Дүр деген қосып қойып. Не үшін қосып қойған? Аллаху алам. Калимах, енді калимах деген не? Калимах деген сөз, калимах мағынасы түсінікті болған сөз дейді. Сөз деген ереже ғой бұл. Бұндай ереже дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін. Сөз деген сияқты. Калимах мағынасы түсінікті болған сөз дейді. Жарайды. Имамын мактабын мәсжидун деген сияқты. Былайша айтқанда калимах деген сөз ғой. Имамын мактабын мәсжидун деген сияқты. Имам деген имам, мактаб деген стол, мәсжид деген мешіт. Калимах үш қисымнан тұрады дейді. Үш қисым деген бөлік деген сөз. Сөздің үш түрі бар. Қазақ тілінде 9 сөз табы ғой. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, шылау, одағай деген сияқты, үстеу деген сияқты. Ал араб тілінде үшеу-ақ екен. Исім, фи'л, харф деген үшеу-ақ екен. Есім үш шақтың ешқайсына қатысы болмай мағынасы болған калимах, китабын, қоламын сияқты, фи'л үш шақтың бірімен бірге мағынасы болған калимах, дораба сияқты, харфын өзінің мағынасы түсінікті болу үшін басқа сөзге жалынуды қажет ететін сөз дейді. Яғни исім, харф, фи'л дегеннің үшеуінің айырмашылығын айтып жатыр. Үшеуінің айырмашылығын білу үшін мен мына жерде бірінші исімнен бастап түсіндірген, ал мен бірінші фи'лден бастап түсіндіретін едім. Фи'л дегеніміз не? Бір сөз мағынасы бар, сосын барып уақыты бар. Мысалы, дораба десек, ұрды десек, бізге бірінші мағынасы келеді. Мағынасы деген сөз көз алдыңа бір нәрсе елестейді деген сөз. Дораба десе не? Ұру елестейді. Ұру. Ұрды деген сөз ғой. Және ол бірінші мағына елестейді. Екінші не? Шақ елестейді. Қашан ұрды? Өткен шақта ұрды. Ядрибу, ұрады десек, ұру ісі елестейді, және келер шақта елестейді. Ядрибу, ұрып жатыр десек, ұрып жату ісі елестейді, және осы шақта. Яғни мағынаны білдірсе, және уақытты білдірсе, бұны фи'л деп айтады екенбіз. Қазақ тілінде етістікке сәйкес келеді. Ал исім дегеніміз не? Исім дегеніміз бір мағынаны білдіреді, көз алдыңа бір нәрсені елестейді, бірақ уақыт жоқ. Мысалы, китабын, кітап десек. Кітап десек, қашан кітап демейсің ғой? Көз алдыңа тек қана кітап елестейді. Немесе қаламын десек, қалам десек. Көз алдыңа не істейді? Тек қана қалам елестейді, бірақ қашан қалам демейсің, Бұл исім деп айтылады екен. Бір мағынаны, көз алдыңа бір нәрсені елестетсе, бір сөзді айтқан кезде көз алдыңа бір нәрсе елестеп кетсе, оны мағына дейді. Мағынаны білдірсе бір сөз, оны исім дейді екен. Ал мағынаны білдірумен бірге тағы да уақытты да білдірсе, оны не деп айтады? Фи'л деп айтады екен. Мысалы, насора көмектесті десек, көмектесу ісін білдіреді, біреу көмектесіп атқанын көз алдыңа елестейді, және де ол бұрын болып кеткен білдіреді. Қашан көмектесті деп айталасын. Немесе көмектеседі десек, немесе көмектесіп жатыр десек, бұның бәрі фи'л екен.
Ал исім дегеніміз не? Мысалы саббуротун, тақта десек, қашан тақта демейсің? Көз алдыңа бір тақтаны елестетеді, бірақ уақыт жоқ. Бұны не деп айтады? Исім деп айтады. Сонымен фиалдың несі болады екен? Мағынасы болады және уақыты болады. Қашан деп сұрай аласың. Ал исімнің мағынасы болады, бірақ уақыты болмайды. Ал харп болса, өзінің мағынасы түсінікті болу үшін басқа сөзге не істейді? Тіркесуге мұқтаж екен. Өзі жеке тұрып бір мағынаны елестете алмайды. Көз алдыңа еш нәрсені елестетпейді. Мағынасы жоқ деген сөз, көз алдыңа еш нәрсені елестетпейді деген сөз. Мысалы, мин, фи, иля деген сияқты, фи деген ішінде, мин деген дан ден, тан ден, иля деген ға, ге, қа, ке бар септігін жалғау. Соны айтып жатыр. Харф өзінің мағынасы түсінікті болу үшін басқа сөзге жалғауды қажет етеді. Қазақ тілінде қосымша жұрнақ, жалғау, шылау дегендер бар ғой. Осылар харф, одағай дегендер. Мысалы, сафарту минал хаждурхани илал қазан десек, сафарту мен сапарға шықтым минал хаждурхан, Хаждурхан қаласынан илал қазан, қазанға деген кезде мин, иля дегендер бұлар харфтерге жатады екен. Араб тілінде үш шақ бар дейді. Кез келген тілде үш шақ бар ғой негізі. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ, Ал-мади, өткен шақ, ал-хал, осы шақ, үл-мүстақбал, келер шақ. Исім харфтерінің санына қарай үшке бөлінеді дейді. Мына жерде қаншама тақырыптарды айтып кетті, Бірінші илм сарф деген не деді? Ол бір бөлек тақырып негізі. Сосын барып сөздер үшке бөлінеді деді. Бұл екінші тақырып, исім фе'л харф деді. Сосын барып араб тілінде шақтың үш түрі бар деді. Бұл үшінші тақырып уже. Өткен шақ, келер шақ, осы шақ деген, Дұрыс қой. Ұрды десе өткен шақ, ұрып жатыр, осы шақ, ұрады десе келер шақ. Исім харфтерінің саны үшке бөлінеді деген бұл уже тағы төртінші тақырып. Исім харфтерінің санына қарай үшке бөлінеді екен. Қандай? Зейд десе үш әріптік, сүләси деген үш әріптік, зейд, рубаи төрт әріптік, жафар, хумаси бес әріптік, жахмаришун деген сияқты. Адам аты ғой үшеуде. Енді жахмаришун деген адам аты емес болу керек. Бірақ зейд, жафар дегендер адам аты. Зейд үш әріптік, жафар төрт әріптік, жахмаришун бес әріптік. Фиалде харфтерінің санына қарай екіге бөлінеді дейді. Фиал екіге бөлінеді екен. Сүләси үш әріптік, мысалы дораба деген сияқты, рубаи төрт әріптік, мысалы дахража деген сияқты. Сұрақтар дейді. Сұрақтарға жауап беру керек. Илму сарф нені үйретеді дейді. Илму сарф нені үйретеді? Мағынаның сан алуан мағыналардың көріну үшін, байқалу үшін, аңғару үшін кәлимақтарды әртүрлі қолдануды үйретеді. Кәлимақ дегеніміз не дейді? Мағынасы түсінікті болған сөз. Бұл ереже бойынша маған ұнамады. Мағынасы түсінікті болған сөз. Қалай мағынасы түсінікті болған сөз? Кәлимақ деген өз мағынасы сөз ғой. Сөз дегеніміз мағынасы түсінікті болған сөз деген сияқты бұл ереже. Кәлимақ қанша түрлі болады дейді? Кәлимақ үш түрлі болады. Харф, фиал, исім деп. Бұл бізге бірінші сабақ. Бахир дауан, алхамдулиллахи роббил аламин. Түсініксіз болса сұраймыз сабақты. Алхамдулилlah.